Негізі осы конференцияға 17 қатысушы қатысты. Барлық қатысушылардың жаңағы жобалары өзекті, жобалардың тақырыптары өзекті деп мен ойлаймын. Өйткені қай тақырыпты алмасақ та, ол полициясы болсын жаңағы, ол қазақ тілі мұғалімі болсын, ол дәрігер болсын, барлығы да жаңағы өзінің саласына даму жолдарын ашып беріп отыр деп мен ойлаймын. Сондықтан да жаңағы екіншіден жаңағы баллон процесіне Қазақстан кіріп жатыр. Біздің тақырыбымыз жаңағы тәжірибе мен оның дамуы. Болашақ қандай болады осы баллон процесін. Сондықтан да осы тақырып өзекті. Енді көтеріліп жатқан мәселелерді ең бірінші мен айтқым келеді, жаңағы Каргу университетінің оқытушылары, сосын барып жаңағы мұражайдың қызметкерлері, тақырыптары, мәдениет туралы, тарихи ескерткіштер туралы маған бір ой тастады, қызықтырды. Өйткені бұл тақырыптар мен тақырыптармен де сабақтастығы бар. Биылғы жылы елбасы Қазақстан халқына жолдауында айтқан, әр жас өспірімнің, әр тұлғаның жүрегінде патриоттық сезім ұялату керек деп. Моральдық және парасаттылық сезім. Осы жаңағы жолдаудағы біздің алдымызға қойылған міндеттер іс жүзіне асырылды деп мен ойлаймын.